Бүгін Сарыарқа телеарнасынан көріңіздер. Ауданда мемлекет қызметшілері күні полиция қызметкерлері мен сот жүйесі мамандарының кәсіби мерекелері атап өтілді. Жас суретшілер Өзбекстаннан жүлделі орындармен оралды. Бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкерлері өздерінің кәсіби мерекесін атап өтті. Жасыл ел жасағының сарбаздары ағаш көшеттерін күтіп баптау жұмыстарын жүргізуде. Спорт кешенде лаңкестікке қарсы оқу жаттығу сабақтары өтті. Мемлекеттік тұрақтылықтың және азаматтардың қауіпсіз өмір сүруінің басты кепілі. Полиция қызметкерлері күн сайын халықтың тыныштығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолында абыройлы қызмет атқаруда. Заң мен тәртіп тұжырымдамасы аясында және Қазақстан полициясы күні мерекесі қарсаңында Жарқайың аудандық полиция бөлімінің ұйымдастыруымен аудан орталығында орталық саябақтың амфитеатрында мерекелік концерт өтті. От всей души благодарю личный состав отдела полиции Жаркайынского района. Жарқайың аудандық полиция бөлімі ұжымына адал қызметі, жоғары жауапкершілігі және жанқиярлық еңбегі үшін шынайы алғысымды білдіремін. Сіздердің кәсібиліктеріңіз бен отан алдындағы парызға деген беріктіктеріңіз қоғамдағы тұрақтылық пен азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге зор үлес қосып келеді. Алдағы уақытта да өздеріңізге жүктелген міндеттерді абыроймен атқарып, азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етумен, заң мен тәртіп қағидатын нығайту жолында табысты еңбек ете беретіндеріңізге сенімім мол. Құрметпен ризашылық білдіремін. Принцип, закон и порядок. Іс-шара барысында полиция қызметкерлері тұрғындарға мерекелік көңіл күй сыйлап, қоғамдық қауіпсіздік пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету жолындағы қызметтің маңыздылығын насихаттады. Концерттік бағдарламаға өнерлі жастар және жас сақшы сыныбының оқушылары белсенді қатысып, патриоттық рухтағы әндер мен көркем қойылымдарын ұсынды. Мерекелік кеш аудан тұрғындары мен қонақтарының ерекше ықыласына бөленіп, жылы атмосферада өтті. Бұл шара халық пен полиция арасындағы сенім мен өзара құрметті нығайтуға бағытталған жарқын мерекеге айналды. Жиырма 23 маусым Қазақстанда полиция күні атап өтіледі. Бұл күнтізбедегі жай ғана дата емес, ел тыныштығы мен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етіп жүрген тәртіп сақшыларына құрмет білдіретін маңызды күн. Күн сайын өз өмірінің қауіпсіздікпен байланыстырып, қоғамның тұрақтылығы үшін қызмет етіп жүрген полиция қызметкерлерінің еңбегі ерекше бағалауға лайық. Александр Сафронов ішкі істер органдарында шамамен жарты жыл бойы қызмет атқарып келеді. Ол тергеуші лауазымында жұмыс істейді. Полиция қызметін таңдауға ол саналы түрде шешім қабылдаған. Оның басты мақсаты азаматтарға көмек көрсету, олардың құқықтарын қорғау және қоғамдық тәртіптің сақталуын қамтамасыз ету. Александр өзінің кәсіби білім негізін Қостанай қаласында қалыптастырған. Ол Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетінің құқықтану мамандығы бойынша тәмамдаған. Бүгінде алған теориялық білімін күнделікті қызмет барысында тәжірибемен ұштастырып келеді. Решение связать свою жизнь со службой в полиции было для меня осознанным. Полиция қызметімен өмірімді байланыстыру туралы шешімді мен саналы түрде қабылдадым. Ішкі істер органдарына адамдарға көмектесу, олардың құқықтарын қорғау және қоғамдық тәртіпті сақтау ниетімен келдім. Менің қызметтік міндеттеріме қылмыстық істерді тергеу, оқиға орындарына шығу, жасалған қылмыстың толық картинасын анықтау, тергеу әрекеттерін жүргізу, сондай-ақ іске қатысы бар тұлғалардан, куәгерлерден, жәбірленушілерден, күдіктілерден және өзге азаматтардан жауап алу кіреді. И предотвращению правонарушений. Әріптестермен бірге Александр құқық бұзушылықтың алдын алу бағытында жұмыс істейді. Ол заңдылықтың сақталуын қадағалап, Жарқайың ауданы аумағында қоғамдық тәртіптің қамтамасыз етілуіне үлес қосып келеді. В нашем отделе функционирует Біздің бөлімде қоғамдық қауіпсіздік бөлімі, кадрлық жұмыс тобы, кезекші бөлім, уақытша ұстау изоляторы, криминалдық полиция бөлімі және тергеу бөлімі жұмыс істейді. Барлық құрылымдық бөлімшелердің қызметі азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, халықтың өтініштеріне дер кезінде әрекет етуге және қоғамдық тәртіптің сақталуына бағытталған. Ответственности, объективности и внимательности к деталям. Тергеуші ұсақ түйекке дейін мұқият, бейтарап әрі жауапкершілігі жоғары болуы тиіс. Полиция лейтенанты Александр Сафронов өз қызметтік міндеттерін адал атқарып, азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және олардың заңды мүдделерін қорғауға ұмтылады.
Работа следователя требует ответственности. Тергеуші жұмысы жоғары жауапкершілікті, объективтілікті және ұсақ түйекке дейін мұқият болуды талап етеді. Мен үшін өз қызметтік міндеттерімді адал атқару және азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету ісіне үлес қосу маңызды. Вклад в обеспечение безопасности граждан. Кәсіби мерекесі қарсаңында полиция лейтенанты Александр Сафронов әріптестерін құттықтап, оларға сабырлығы, табандылық, сенімді тірек және бақыт тілейді. Поздравляю всех. Мен барлық әріптестерімді кәсіби мерекемен құттықтаймын. Сіздерге бақыт, мықты денсаулық және жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Дәл осындай мамандар қоғамдық тәртіптің сенімді тірегі, полиция күні құтты болсын, қызметтеріңізге рахмет. Халықаралық Олимпиада күніне арналған мемлекеттік қызметшілер арасындағы аудандық спартакиаданың салтанатты ашылу рәсімінде қарсы алуға 23 маусым мемлекеттік қызметші күні мен полиция күніне орай жастар стадионда келесі спорт түрлері бойынша жарыстар ұйымдастырылды. Шағын футбол, тоғыз құмалақ, шахмат, үстел теннисі, асық ату, бес асық, арқан тарту. Жарысқа мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері, полиция бөлімінің қызметкерлері, төтенше жағдайлар бөлімінің мамандары және ауылдық округ әкімдерінің құрама командасы қатысты. Жастар стадионда өткен спорттық мереке қатысушылардың ұйымшылдығы мен шеберлігін айқын көрсетті. Трибуналарға жиналған жанкүйерлер, әріптестер, достар және спортшылардың отбасы мүшелері мерекелік көңіл күй сыйлап, бірлік пен ынтымақтың ерекше атмосферасын қалыптастырды. Әсіресе шағын футбол матчтары мен арқан тарту жарыстары тартысты өтті. Көп жағдайда жеңімпаз соңғы сәттерде ғана анықталды. Тоғыз құмалақ пен шахмат бәсекелерде аса қызықты әрі шиеленісті болды. Ал ұлттық ойындар асық ату мен бес асық көрермендердің қызығушылығын оятып, халқымыздың мәдени мұрасын тағы бір мәрте дәріптеді. Жарыс қорытындысы бойынша 3-ші орында төтенше жағдайлар бөлімі командасы, 2-ші орында аудандық мемлекеттік мекемелердің құрама командасы, 1-ші орында аудандық полиция бөлімі командасы иеленді. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер грамоталармен, медальдермен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Ең бастысы бұл спорттық мереке ұжымдар арасындағы ынтымақтастықты нығайтып, команданың күші, бірлік пен өзара қолдауда екенін тағы бір мәрте дәлелдеді. Государственная служба – это честь и доверие. Полиция – это порядок и спокойствие. Судебная система – это справедливость и закон. 23 маусым күні аудандық мәдениет үйінде өздерін адал еңбегімен мемлекетті нығайтып, халыққа қызмет етіп жүрген мемлекеттік қызметшілерге, полиция қызметкерлеріне және сот жүйесінің қызметкерлеріне арналған салтанатты іс-шара өтті. Мерекелік жиында Жарқайың ауданы әкімінің орынбасары Дулат Сыздықов құттықтау сөз сөйлеп, жиналғандарды кәсіби мерекелермен құттықтады. Сіздерді Жарқайың ауданының әкімі Ербол Кәрімұлының атынан кәсіби мерекелеріңіз, мемлекеттік қызметші күні, Қазақстан полициясы күні және судьялар мен сот қызметкерлері күнімен шын жүректен құттықтаймын. Заңға адалдық, елге қызмет және әділдікке деген ұстаным мемлекет дамуының берік негізі деген сөздің мәні бүгінгі мереке иелерінің күнделікті еңбегі мен жауапты қызметінен айқын көрінеді. Дәстүр бойынша осы мерекелік күні мемлекеттік қызметшілер Қазақстан Республикасына және мемлекетке адал қызмет етуге ант қабылдады. Ант қабылдау рәсіміне сахна төріне Гүлмира Манафова, Светлана Архипова, Бақытгүл Қарамова, Тамара Безгина және Балсары Сайлаубай шақырылды. Мемлекеттік қызмет атқаруды қоғам мен мемлекет тарапынан айрықша сенім білдіру ретінде бағалап, Қазақстан халқы алдындағы өзімнің биік жауапкершілігімді сезіне отырып, елдің конституциясы мен заңнамасын сақтауға, халқыма адал да біліктілікпен қызмет етуге салтанатты түрде ант етемін. Одан кейін өз ісіне адалдығы мен жоғары тәртібінің үлгісін көрсетіп жүрген сала үздіктерін марапаттау рәсімі өтті. Ақмола облысы әкімінің алғыс хатымен Жаңадала ауылдық округы әкімі аппаратының бас маманы Рашида Қоянбаева марапатталды. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаментінің басшысының алғыс хатымен Айнұр Жүсіпова, Кирилл Дубровин және Әсемгүл Жалмағанбетова марапатталды. Көп жылға адал еңбегі мен жоғары кәсібилігі үшін Жарқайың ауданы әкімінің алғыс хатымен тағы 20 мемлекеттік қызметші марапатталды. Олардың қатарында әкімдіктер мен мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері, білім және мәдениет саласының өкілдері, сондай-ақ облыстық отан спартакиадасы аясында мемлекеттік қызметшілер арасында жоғары спорттық жетістіктерге қол жеткізген Жарқайың ауданының құрама командасының мүшелері бар. Жеке құрамды кәсіби мерекемен құттықтап, Жарқайың аудандық полиция бөлімінің бастығы полиция полковнигі Сәкен Әбілмажинов сөз сөйледі. В этом году Казахстанская полиция исполняется 34 года.
Биыл Қазақстан полициясының құрылғанына 34 жыл толып отыр. Тәуелсіздік жылдарында еліміздегі әлеуметтік саяси өзгерістермен қатар қоғам дамып, ішкі істер органдарының жүйесі де жетілдіріліп, заман талабына сай жаңғырды. Бүгінде кәсіби біліктілігі жоғары, халыққа адал қызмет ететін, қазіргі талаптарға толық жауап беретін полиция қызметкерінің жаңа бейнесі айқын қалыптасты. Полиция органдарының ардагерлеріне ерекше алғысымызды білдіреміз. Сіздер көп жылдық адал еңбектеріңізбен мамандықтың барлық қиындығы мен жауапкершілігін абыроймен атқарып, мемлекеттік қызметтің, сот жүйесінің және құқық қорғау органдарының дамуына зор үлес қостыңыздар. Сіздердің мол тәжірибелеріңіз бен өмірлік даналықтарыңыз жас ұрпаққа әрдайым үлгі. Сіздерге шын жүректен зор денсаулық, ұзақ өмір, отбасыларыңызға амандық, бақ береке, бейбіт өмір тілейміз. Барлық бастамаларыңызға сәттілік. Мемлекетіміз бен Қазақстан халқының игілігі жолындағы еңбектеріңізге толағай табыс тілейміз. Начинание и дальнейшей плодотворной работы на благо нашего государства и народа Казахстана. Ол қызметкерлерге мінсіз қызметтері үшін алғыс білдіріп, ұрпақтар сабақтастығы мен полиция қызметіндегі жоғары кәсіби стандарттарды маңыздылығын атап өтті. Қызметтік міндеттерін адал әрі жауапкершілікпен атқарған үшін полиция қызметкерлеріне алғыс хаттар табысталды. Ақмола облысы полиция департаментінің бастығы, полиция генерал-майоры Нұрсұлтан Мұқашевтың алғыс хатымен төмендегі қызметкерлер марапатталды. Сағдат Жаркынбеков, Ерлан Мусин, Жақсылық Әбілдинов, Қожанияз Алдашев. Ресми бөлім аяқталғаннан кейін мерекелік концерттік бағдарлама ұсынылды. Мемлекеттік қызметшілерді, полиция қызметкерлерін, судьяларды және сот жүйесінің барлық қызметкерлерін кәсіби мерекелермен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздердің жауапты әрі абыройлы еңбектеріңіз әрдайым қоғамның құрметі мен сеніміне ие бола берсін. Еліміздің игілігі жолындағы қызметтеріңізге толағай табыс, зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық пен бақ береке тілейміз. Державинск қаласындағы балалар мен жасөспірімдер шығармашылығы орталығының бейнелеу өнері үйірмесінің оқушылары Шығыс жұлдыздары халықаралық байқауында үлкен табысқа жетіп 4 марапатқа ие болды. Халықаралық қазылар алқасы Державинск өкілдеріне 2 гран-при мен 2 бірінші орынды табыстады. Байқау Ташкент қаласында өткізіліп, әртүрлі елдерден келген жас суретшілерді бір шаңырақ астына жинады. Державинск атынан қатысқан 4 талантты оқушының барлығы да жеңімпаз атанды. Екатерина Сельцова мен Анастасия Новак гран-при егерлері, ал Сымбат Жұмабек пен Айлина Рафаилова өз санаттарында жеңіске жетіп бірінші орынды қанжығасына байлады. 22 маусымда жас суретшілерді туған орталығының қабырғасында ұжым ата-аналары мен достары қарсы алды. Олар жас суретшілерді жылы қарсы алып, байқауға табысты қатысулармен құттықтады. Конкурс сам ей очень понравился. Конкурс оған өте ұнады. Мен қызымен мақтанамын. Алдағы уақытта оның жеңістері көп болады деп үміттенеміз. Тек халықаралық деңгейде ғана емес, басқа елдерде де жақсы нәтиже көрсетіп, жүлделі орындарға ие болады деп сенеміз. Другие республики она будет ездить и будет занимать всегда призовые места. Шығыс жұлдыздары беделді шара, оған халықаралық деңгейдегі қазылар қатысады, ал қатысушылардың дайындық деңгейі әрқашан жоғары болады. Ондағы марапат формальды ынталандыру емес, ол туған тілінде түсініктеме берілмесе де шығарманың өзінің құндылығын таныту болып табылады. Үйірменің жетекшісі Жанерке Жүсіпбековаға ерекше алғыс айтылды. Оның кәсібилігі, шығармашылық көзқарасымен қолдауы тәрбиеленушілердің қабілеттерін ашады және халықаралық деңгейдегі конкурстарда жоғары нәтижелерге қол жеткізуге ықпал етеді. Жас дарындарымызға одан әрі шығармашылық табыстар, жаңа жетістіктер мен жарқын жеңістер тілейміз. Қаламы қарымды журналистер, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Адамзат өркениетінің дамуында ақпараттың орны ерекше. Ел мен елді, халық пен халықты жақындастырып, қоғамның үнін жеткізіп, шындықтың шырағын сөндірмей келе жатқан қасиетті мамандық иелері журналистер қауымы. 28 маусым Қазақстанда бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің күні. Осы мереке қарсаңында Жарқайың аудандық тарихи өлкетану музейінде бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері күніне және Целинное знамя газетінің 70 жылдық мерейтойына арналған салтанатты іс-шара өтті. Мерекелік жиынның
Телеарнасының құрметті қонақтары қатарында аудан әкімінің орынбасары Арай Әбенова, аудандық мәслихат төрағасы Асылхан Әлжанов, ауданның бас биі Дөлеген Ибраев, Аманат партиясы аудандық филиалының атқарушы хатшысы Айбек Слеуқадыр, Целинное знамя газетінің бұрынғы тілшісі Владимир Панков, ауданның құрметті азаматы Петр Решетнов, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарының ардагерлері баспахананың линотипшісі Наталья Постник пен баспашы Галина Линик болды. Мереке иелерінің бақ саласының ардагерлерін Жарқайын танысы және Целинное знамя газеттерінің ұжымдарын, Сарыарқа телеарнасының, Мегаполис радиосының және Таза ақпарат желілік басылымының қызметкерлерін аудан әкімінің орынбасары Арай Әбенова құттықтады. Ол сала мамандарына зор денсаулық, тың идеялы, шығармашылық шабыт пен толағай табыс тіледі. Всех поздравляю, всем желаю только процветания. Баршаңызды құттықтаймын. Сіздерге тек қана береке, бірлік пен өркендеу тілеймін. Біздің басылымдарымыз бен бұқаралық ақпарат құралдары тек қана жағымды жаңалықтарды таратып, ел игілігіне қызмет ете берсін. Тележаналықтар болмасын, бәрі тек оң бағытта дамып, халықтың әл-ауқаты арта берсін. Отбасыларыңызға амандық, береке тілейміз. Бұқаралық ақпарат құралдарында ұзақ жылдар еңбек етіп, бүгінде ардагер атанған журналистерімізге ерекше құрметімізді білдіреміз. Сіздерге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, өміршеңдік пен ең бастысы жас буынмен тығыз байланысты бола беріңіздер. Связи с нашим новым поколением. Іс-шара барысында бұқаралық ақпарат құралдарының ардагерлері мен жас мамандарын салтанатты түрде марапаттау рәсімі өтті. Аудан әкімінің алғыс хатымен бақ саласында белсенділігімен және кәсіби еңбегімен ерекшеленген бірқатар қызметкерлері марапатталды. Олардың қатарында Держава Пресс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Раиса Вольф, Целинное знамя газетінің редакторы Елизавета Чкелинцева, Жарқайын тынысы газетінің беттеушісі Марал Рахымбекова, Мегаполис радиосы мен Сарыарқа телеарнасының директоры Лилия Пашкевич, Сарыарқа телеарнасының операторлары Надежда Теплова мен Гоча Уталишвили, сондай-ақ Таза ақпараттық ресурсының жетекшісі Станислав Макрудумян бар. Шара барысында 70 жылдық мерейтойын атап өткен Целинное знамя газетіне ерекше құрмет көрсетілді. Басылым 70 жыл бойы ауданы шежіресін жазып, елді мекендердің тарихын, еңбек жетістіктерін және жерлестердің тағдырын кейінгі ұрпаққа жеткізіп келе жатқан маңызды ақпарат құралы ретінде атап өтілді. Біз үшін әрдайым ең бастысы халықтың арасына барып, адамдарды көру, олардың үнін есту, ой мен идеяларына құлақ асу болды. Бұл біз үшін үлкен әрі құнды өмірлік сабақ еді. Осындай тәжірибе арқылы жинаған білімімізді қорек етіп, оны газет арқылы оқырмандармен бөлісіп отырдық. Шара барысында Владимир Панков, Асылхан Әлжанов және Төлеген Ибраев журналистік қызметтегі естеліктерімен бөлісті. Олар журналистика саласындағы қалыптасқан дәстүрлерді сақтау мен оны жас буынға сабақтастықпен жеткізудің маңыздылығына ерекше тоқталды. Мне пришлось выполнять двойную нагрузку. Маған қосымша жүктемемен жұмыс істеуге тура келді. Бір мезгілде Целинное знамя газетінде аға әдеби қызметкер және аудандық радиода редактор қызметін атқардым. Сол кездері эфирге кім шығады екен деп бәрі асыға күтетін. Даусымның өзі де сол уақытта Левитанға ұқсас еді. Эфирге шыққанда Державинск қаласынан сөйлеп тұрмыз деп хабар тарататынбыз. И все вот ждали вот эти вот слова. Қарамаған адамдар. Комсомолда болсын, райкомда бәрімізде корреспондент болдық. Бәріміз газетпен жұмыс істедік. Өйткені ақпарат елге, жұртқа таныстыру, ол тек қана сол біздің міндетіміз болды. Сол себептен енді мынау қазір қарап отырмыз, Аллаға шүкір, бәрі алға жүріп жатыр. Техника деген сияқты, электроника деген сияқты, сіздердің 70 жылдықтарыңызбен құттықтаймын. Әрде осы жастар болсын, бәрде еліміздің, жұртымыздың жақсылығына Алла үлес қосып. Мерекелік шара барысында аудан өнерпаздары бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің құрметіне ән мен күйден шашу шашып, концерттік бағдарламаларын ұсынды. Іс-шара соңында қатысушылар естелік суретке түсіп, мерекелік кездесу өз мәресіне жетті. Бүгінде Жарқайын ауданда баспа, телевизия, радио және интернет бұқаралық ақпарат құралдары табысты жұмыс істеп келеді. Сонымен қатар болашақ журналистерді даярлауға да қолайлы жағдай жасалуда. Бұл ауданның ақпараттық кеңістігін одан әрі дамытуға және сапалы ақпарат тарату ісін жетілдіруге зор мүмкіндік береді.
Жасыл ел жастар еңбек жасағының жобасы елімізде 2005 жылдан бері жүзеге асырылып келеді. Жастар жазда ресми түрде жұмысқа орналасады, елді мекендерде көгалдандырумен және абаттандырумен айналысады. Бұл жастарды еңбекке деген сүйіспеншілік пен патриотизмге тәрбиелеуге көмектеседі. Жарқайың ауданында жасыл ел жасағы бастамасымен ұйымдастырылды. Жаз басынан бері балалар Таза Қазақстан жобасына қатысады, ағаштар мен гүлдер отырғызады, оларға күтім жасайды. Орталық паркте, Есіл өзен жағалауында және қала көшелерінде қоқыстарды жинайды. Өткен аптада жасыл ел жасаған сарбаздары қала әкімі Зауыр Смағұловтың басшылығымен ардагерлер аллеясында жас қарағай көшеттерін суару және жастар аллеясында шөп шабу жұмыстарын ұйымдастырды. Бұл жұмыстардың барлығы қаламыздың алдағы мерейтойына орайластырылған. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, қала әкімі барлық қалалықтарды абаттандыру жұмыстарына қатысуға шақырады. В рамках программы «Жасыл ел». Құрметті қала тұрғындары, құрметті кәсіпкерлер мен ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері, сіздерге тағы да үндеу жасаймын. Өз нысандарыңыздың маңындағы аумақтарды ретке келтіріңіздер. Қоршауларды сырлап, арамшөптерді тазалаңыздар. Ғимараттардың қасбеттерін жаңартыңыздар. Бұл үлкен қаржыны қажет етпейді. Тек аздаған назар мен жауапкершілік жеткілікті. Сонда қала таза әрі көрікті болады. Обновите фасады. Это больших денег не требует. Поэтому немножко внимания с вашей стороны, и город будет у нас в чистоте и в порядке. Сумку обнаружили, это не ваше? А детей? Нет, нет, нет. 18 маусым күні дене шықтыру сауықтыру кешені ғимаратында экстремизм мен терроризмні алдын алу бойынша оқу жаттығу сабағы өткізілді. Шараға балалар жасөспірімдер спорт мектебінің директоры Айгүл Әлжанова, нұсқаушылар, жаттықтырушылар, техникалық қызметкерлер және спорт мектебінің тәрбиеленушілері қатысты. Жаттығу жоспарына сәйкес спорт мектебі ғимаратынан белгісіз зат салынған пакет табылған. Осыған балансты терактының алдын алу мақсатына ғимаратта болған барлық адамдар қауіпсіз жерге эвакуацияланды. Құтқару қызметтері шақырылды. Сабақ барысында экстремизм мен терроризмні алдын алу мәселелері қарастырылып, төтенше жағдай кезіндегі қауіпсіздік шараларымен әрекет ету тәртібі түсіндірілді. Сонымен қатар жауапты тұлғаларды хабардар ету алгоритмі мен жедел қызметтерімен өзара іс-қимылға ерекше назар аударылды. Жаттығу қорытындысы бойынша қатысушылардың әрекеттері талданып, эвакуация кезіндегі дұрыс шешімдер атап өтілді. Сондай-ақ қосымша пысықтауды қажет ететін тұстар көрсетілді. Балалар жасөспірімдер спорт мектебінің директоры Айгүл Әлжанова мұндай оқу жаттығуларының қауіпсіздік мәдениетін қалыптастырудағы маңызын атап өтіп, алынған дағдылар төтенше жағдайы туындаған кезде ұжым мен тәрбиеленушілердің сабыр сақтап, тиімді әрекет етуіне көмектесетінін жеткізді. Проведено учение, все прошло. Оқу жаттығу өткізілді, барлығы алдын ала әзірленген жоспарға сәйкес өтті. Бұған дейін техникалық персонал мен жаттықтырушыларға мұндай жағдайларда, соның ішінде террорлық қауіп төнген кезде қалай әрекет ету керектігі түсіндірілген болатын. Бүгінгі таңда жаттықтырушылар да балалар да өздерін дұрыс әрі байсалды ұстады. Ешқандай дүрбелең болған жоқ. Олар қауіпсіз аймаққа шығарылып, нысан толық тексерілді. Сондай-ақ балаларды эвакуациялау бойынша полиция бөлімі мен төтенше жағдайлар қызметіне хабар берілді. Жауапты тұлға Елбек Аманбай барлық балаларды қауіпсіз аймаққа шығарды. Мұндай оқу жаттығулар 90 сайын өткізіліп тұрады. Негізгі мақсатымыз жаттықтырушылар мен балаларды кез келген төтенше жағдайда сабыр сақтап, дұрыс әрекет етуге үйрету. И учение у нас проводится ежеквартально.